Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге алманың құрамымен таныстырғым келеді. Алманың құрамында А, С, В1, В2, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барий микроэлементтері бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілетті жақсы дамытады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың құрамындағы осы А, В1, С дәрумендері өте пайдалы. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені сондай-ақ шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Темір қан айналым жүйесіне өте қажет алма. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасуы үшін қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады.